Құрметті әріптестер, қадірлі ата-аналар мен оқушылар, биыл білім күніне арналған салтанатты іс-шара еліміздің барлық өңірлерінде дәстүрлі түрде 1 қыркүйекте өтеді. 2024-25 оқу жылында 345 мың 1 сынып оқушысы алғаш рет мектеп партасына отырады деп күтілуде. 1 және 11 сыныптар үшін 1 қыркүйекте мектебі мейірім мекені тақырыбында салтанатты шара ұйымдастырылады. 2 қыркүйекте жаңа оқу жылының 1 күні «Менің отаным Қазақстан» атты бірыңғай сынып сағат өтеді. Әрі қарай сабақ кестеге сәйкес жалғасатын болады. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 79 бабына сәйкес жұмыс беруші қызметкердің нақты жұмыс істеген және жұмыс істемеген уақытын есептей келе, демалыс және мереке күндері жұмыс істеген күндерін кейін қызметкердің қалауы бойынша басқа демалыс күнін береді. Немесе күндік сағаттық мөлшерлемесі бойынша кемінде 2 есе мөлшерде оған ақы төлейді. Жаңа оқу жылы құтты болсын.